Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сигара бөректің рецебін ұсынамын. Өте тамаша, өте таңғы асқа келетін, осындай керемет қытырлап тұратын сигара бөректің рецебін мен ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріңіздер, лайк басып, комментері жаза кетіңіздер, істеп көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығатын сигара бөректің рецебі. Міне ортасы дәмді. Ортасына любой өздеріңіз міндетті түрде жасап көріңіздер. Начинкасына творог пен көк пияз араластырып, немесе езілген картоп сондай қоссаңыздар болады. Сыр теркадан өтілген сақ сондаймен істесеңіздер де болады. Міне сұйық май, тұз қостым. Мен бір жұмыртқа қосам. Нанды өте қатты емес, өте жұмсақ емес, орташа қылып, эластичный қылып билеп аламыз. Ең жақсылап қандырамыз. Соткама не болды? Осылайынан жақсылап билеп аламыз. Ең қандырамыз жақсылап. Тоғыр. Осылайынан бір кеті 10-15 минутқа көмкереміз, енді жасаймыз. Май қоямыз кішкене. Начинкасын осылай нанымыз сынып тұрғанда начинкасын істеп аламыз. Фаршты жақсылап жариттеп, майға тұз қосамыз. Бұрыш қосыңыздар өздерің қалауыңызша. Тұз бұрыш дәміне қарай. Астында неше грамм фарш, неше грамм қанша тұз бұрыш қосатынын жаза кетемін. Сушка жоқ. Осылайынан жақсылап жайттеп аламыз. Жайттеп болдық. Енді бір ыдысқа салып аламыз қазір. Осылайынан салып аламыз. Оны ортасынан бөліп аламыз. Домалақ қылып жаямыз қазір.
осылайынан жаяды. Осылайынан кесеміз, ұшып-ұшылап аламыз түгежін. Осылайынан. Şimdi farşımızı salıp isteyiniz. Осылайынан істеп аламыз. Істедік. Неге морозилкаға да қатырып алып сатылымға шығарсаңыз болады, бірақ бәрі бір келкі, ортасына салымы бәрі 30 грамм, 50 грамм болу керек. Міне майымыз қайнады, енді осылайынан жайып деп аламыз. Осылайынан тараққа саламыз. Пісті, міне осындай да қызартып пісіріп аламыз. Пісті. Керемет дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Керемет рецепт ұсынамын. Істеп көріңіздер. Өте дәмді, ерекше. Таңғы асқа да болады. Қонаққа да істесеңіздер болады. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі рецепт шыққанша аман сау болыңыздар. Керемет.